Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге қысқа арналған осындай өте дәмді компоттарымызды жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге алма, слива, өрік, банглер жабылған осындай қақпақ және де черешня немесе вишня керек болады. Барлығын осылай салып алып, міндетті түрде бірнеше мәрте салқын сумен жуып тазартып алуымыз қажет. Езілген, жұмсарған немесе қандай да бір ақаулары бар жеміс-жидектерді салуға болмайды, себебі банкамыз ұзаққа тұрмай атылып кетуі мүмкін. Сондықтан барлығын жеке жақсылап жуып, міндетті түрде тазартып алуымыз қажет. Черешнямызды да жуып аламыз. Міндетті түрде таяқшаларын алып тастаймыз. Жеке әрбір жеміс-жидегімізді жуып шығамыз. Бұл компоттар өте жеңіл дайындалады, көп уақыт алмайды, міндетті түрде жасап алыңыздар. Қыста балаларыңызға немесе қонақ келгенде дастарханға қоюға өте жақсы және дәмі өте керемет болып шығады. Крышкамызды стерилизировать ету үшін міндетті түрде осылай ыдысқа салып, үстіне қайнаған суды құйып, бірнеше минутқа қалдыру қажет. Сонда крышкамыз барлық микробтардан тазарады. Сонымен қатар осындай үлкен ыдысқа, яғни кастрюляға суымызды құйып, қайнатып дайындап аламыз. Келесі кезекте жуып алған алмаларымыздың тек қана сыртқы бөліктері ғана қажет болады. Осылай етті жақтарын ғана кесіп аламыз, ортаңғы бөлігі бізге қажет болмайды. Барлық алмамыздың осылай төрт жақ шетінен кесіп, турап дайындап, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Келесі кезекте банкаларымыздың бәрін стерилизировать ететін боламыз. Ол үшін чайникке немесе өздеріңізге ыңғайлы кез келген ыдысқа осылай қойып, 2-3 минут уақыт бойы барлық банкаларымызды жақсылап булап, ысытып дайындап аламыз. Сондай микробтардың бәрі өлетін болады. Содан соң бетіне крышканы жауып қоямыз. Сонда банканың ішіне ешқандай артық заттар түсіп кетпейді, таза күйде тұрады. Керекті банкалардың бәрін осылай жақсылап булап дайындап қоямыз. Одан соң бір-біртіндеп крышкаларын ашып, ішіне алдымен сливамызды, одан кейін өрігімізді, қалауларыңызға қарай алма және черешняны саламыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қандай да бір ингредиентті бұлардың қатарына салмасаңыздар да болады. Немесе қалауларыңызға қарай өзге жеміс-жидектерден кез келген түрінен жасай беруге болады. Ең бастысы таза және де артық бөлінгендерін салмау қажет. Мен осылай барлық банкаларға керекті жеміс-жидектердің бәрін 5-6 түйірден салып шықтым. Қалауларыңызға қарай бұдан аз етіп сала берсеңіздер де болады. Қайнап тұрған суымызды банкаға жеміс-жидектерімізді салып болған соң, ең алдымен жарты етіп қана құйып шығамыз. Сонда біз ең алдымен осы жеміс-жидектердің сиропын шығарып алатын боламыз. Осылай 5-6 ожау қайнаған ыстық суды құйып аламыз. Оның бетін жауып, қалған банкілерге де дәл солай құйып шығатын боламыз. Тек жарты етіп құйсаңыздар жеткілікті. Осылай құйып шыққаннан кейін барлығын дайындап болып, ішіне құйып алған суларымызды қайтадан кері төгетін боламыз. Яғни кастрюляға құйып, қайтадан тағы бір мәрте қайнатып аламыз. Банкалардың бәріне осылай бірдей мөлшерде құйып шығамыз. 10-15 минут уақыт өткен соң крышканы осылай кесіп алдым мен. Сіздерде арнайы крышка болса, соны жауып жасасаңыздар болады. Міндетті түрде банка ыстық болғандықтан шүберекпен ұстаймыз. Ішіндегі суын осылай қайнап тұрған суға қайтадан кері төгіп аламыз. Тез-тез крышкамызды жауып, келесілерінде бәрін осылай төгіп шығамыз. Кастрюляға осылай құйып аламыз. Және келесі кезекте банкалардың бәрін жауып қойып, суды қайта қайнағанша күтеміз. Суымыз осылай қайта қайнады, ол уже сироп болып шықты. Жақсылап қайнап болғаннан кейін қайтадан банкілерімізге бұл жолы толтырып құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде 200 грамм қант қосасыздар. Менде 2 литрлік банка, сондықтан 200 грамм қант. Егер сіздер 1 литрлік банка қолдансаңыздар 100 грамм, ал 3 литрлік қолдансаңыздар 300 грамм қосу қажет болады.
Сонда компотымыз қатты тәтті де емес және қышқылда болып қалмайды, өте өзінің нормасында болып шығады. Осылай қайнаған сиропымызды банкамызға құйып шығамыз. Тым қатты толтырмаймыз, дернеуіне жеткізбей 2-3 сантиметрдей орын қалдырып құйып шығамыз. Барлық банкаға осылай құйып шығуды жалғастырамыз. Бұл компот өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өз қалауларыңызға қарай алма қоспай жасасаңыздар да бола береді. Мен черешня қолдандым. Егер вишня болса, вишня қоса берсеңіздер де болады. Өз талғамдарыңызға қарай кез келген жеміс-жидек түрін қоса беруге болады. Барлық банкаларымызға осылай толтырып суымызды құйып шықтым. Менің банкаларым осымен дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube каналымда өзге де қыстық банкаларды жасауға арналған рецептілерді таба аласыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.